Сәлеметсіздер ме қыздар? Сіздермен бірге мен Гүлімашым. Бүгін біз сіздермен бірге осындай өте әдемі бір жарым жасар балаға арналған, тіпті 2 жасқа дейін толғанша киюіне болатын осындай ілмек бізбен тоқылатын шұлықты бірге тоқитын боламыз. Неліктен бұл шұлыққа шеберлік сабақты түсіремін деп шештім. Өйткені Инстаграмнан, WhatsApp'тан маған хаттар келе бастады. Гүлім, мен ілмек бізбен ғана тоқушы едім. Сіздің тоқымаларыңыз ұнайды, бірақ арасында кішкентай балаларға арналған шұлықтарыңыз ілмекпен тоқылғандығы жоқ екен. Соны түсірсеңіз деген ұсыныс тастады. Бір емес бірнеше қыздың сұрауы болғаннан кейін ескеріп, осындай шұлықты сіздерге тоқылуымен бөліскім келді. Мінекей, анықтап қараңыздар. Ұнайтын болса, құрал жабдықтарыңызды, жіптеріңізді жинақтап алып, менімен бірге тоқып бастасаңыздар болады. Бізге қажетті ең бірінші жіп жайында айта кетейін. Қыздар, менде 2 түрлі жіп, бірақ та қалыңдықтары бір-біріне жақын. Жіптің атауы әр қалай болса да, қалыңдықтары сәйкес келіп тұрса тоқи беруге болады. Немесе бірден осылай бір түсті қылып тоқуға да болады. Енді қыздар, одан кейін бізге сіздер жылдам тоқып бітсін, жалықпасын деген ниетпен мен 4-ші нөмірлі ілмек бізді осы шеберлік сабақта қолданамын. Одан кейін міндетті түрде біз енді 2 түсті жіппен тоқитын болғандықтан арасында жібімізді қиып отыру үшін қайшы қажет болады қыздар. Міне барлық құрал жабдықтар осы. Сіздер өз қолдарыңызда бар жіптеріңізбен реттеп алып тоқып бастасаңыздар болады. Енді қыздар, мен бір жағынан осылай 2 түсті араластырып тоқиын дедім. Жалпы мен сіздерге барлығы түсінікті болу үшін, осындай нақтырақ болу үшін, резинкесі қалай тоқылады, өкшесі қалай тоқылады, тұмсық жағы қалай тоқылады, сіздерге барлығы осылай әрбір белгіленіп, нақты көрініп тұру үшін осындай 2 түсті таңдап алдым қыздар, бұл шеберлік сабақта. Енді біз резинкесінен тоқып бастаймыз. Ол үшін бірінші түйіншек жасап аламыз. Бір түйіншек жасаймыз осылайнан. Одан кейін біз ілмектерді түйіншек жасадық, ары қарай санаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 Неки осы 8 ілмектен біз резинкесін тоқимыз. Неки. Қолымды біраз жарақаттап алып едім, қыздар, оған назар аудармауларыңызды сұраймын. Шеберлік сабақты өтініп сұрағаннан кейін бірден түсіруге кірісіп кеттім. Мінекей қыздар, 1 2 3 4 5 6 7 8 осы 8 ілмектен біз резинкесін тоқимыз. Осы 8 ілмек толықтай тоқылу үшін біз тағы да 9-шы бір ілмекті көтеріп аламыз қыздар. Мінекей. Енді біз қарасаңыздар, міне нақты мына жердегі ілмекке тиіспейміз, келесі қасындағы ілмектен бастап тоқимыз, санаймыз. Бұл жерде біз орамсыз бағандармен тоқимыз қыздар. Орамды баған деген бұлай болады, ол басқа, иә. Ал енді бұл жерде біз орамсыз бағандармен тоқып шығамыз. Неки. 1 2 3 4 5 6 7 Неки соңғы ілмек 8. Мен барынша асықпай көрсетуге тырысып жатырмын қыздар.
Кейбір қыздар ренжіп жатады, ылпылдатып, жылпылдатып түсіріп жібердің, түк түсінбей қалдық деп. Сондықтан барынша шеберлік сабақтарда жалпы мен барынша асықпай көрсетуге тырысамын қыздар, қолымнан келгенше. Мінекей 8 ілмекті біз орамсыз бағандармен тоқып шықтық. Енді осы жерде келесі қатарын тоқыған кезде міндетті түрде осылай бір ілмекті көтеріп отырамыз. Мінекей 1 ілмек. Жұмысымызды бұрамыз. Енді осы жерде нақтылап түсіндіріп өтейін. Мінекей 2 қабырғасынан бірдей тоқымайсыздар. Міне әрбір өрім сияқты түсті. Мінекей осының әрбір арғы жақ қабырғасындағы міне ілмектерден тоқисыздар. Жалғастырамыз. 8. Мінекей түбіндегі бірінші ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей екінші қатар бізде аяқталды. Енді біз келесі үшінші қатар тоқу үшін келесі ілмекті, бір ілмекті көтеріп аламыз да жұмысымызды бұрамыз. Тағы да қайталаймыз. Мінекей бұл жерде әдемі міне өрімдер түседі. Осы өрімнің екі жақ қабырғасынан бірдей тоқымайсыздар қыздар. Тек қана арғы жағындағы мінекей осы қабырғадан ғана тоқып отырасыздар. Түсінікті ғой, иә? Міне тағы да қайталаймыз. Жібімізді бізіміздің арғы жағына қарай қоямыз да мінекей бірінші ілмектен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қыздар санап отырып тоқимыз. Мінекей аяқтадық үшінші қатарды. Тағы да келесі қатарға өту үшін міндетті түрде соңынан бір ілмекті көтереміз, жұмысымызды бұрамыз. Осылай қайталаймыз қыздар. 3 қатарын нақтылап түсіндіріп отырып мінекей көрсеттім. Енді қыздар бұл жерде санап отыру керексіздер. Енді тоқып бастаған болсаңыз міндетті түрде санап отырамыз қыздар, иә? Өйткені не 8, не 9 болып кетуге болмайды. Ол көлемінің, пішінінің өзгеруіне, шұлықтың қалай болса солай тоқылуына әкеледі. Сондықтан нақтылап көзімізді жеткізіп санап отырып тоқимыз. Осылай ұзынан ұзақ резеңкені тоқи береміз. 23 қатар тоқу керекпіз қыздар. Біз 3 қатарын тоқыдық. Енді 20 қатар тоқу керекпіз. Одан кейін ұзынан ұзақ резеңкені мына жақ шетімен қосып, әдемілеп. Мінекей дайын шұлықтан. Бұл шұлық мінекей резеңкесі осылайнан ұзыннан тоқылады міне. Ұзынан ұзақ 23 қатар тоқылады. Одан кейін екі жақ шеті бір-біріне 23 қатар тоқып болғаннан кейін қосылады. Осылай қосылады. Одан ары қарай шұлықтың қонышы кетеді тоқылуға. Сіздерге барлығы түсінікті деген ойдамын. Ары қарай жалғастырып тоқимыз қыздар. Тағы да бір қатарын нақтылап көрсетіп өтейін. Түсінбей қалмас үшін барынша нақтылап өтемін. Мінекей бірінші ілмек арғы жақ қабырғасынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қыздар. 4-ші қатар аяқталды. Бір ілмекті көтеріп аламыз, жұмысымызды бұрамыз. 5-ші қатар. Жалғастырып қыздар тоқимыз. 23 қатар тоқып болғаннан кейін сіздерге қосылатын боламын. Сіздер өз еріктеріңізбен, мен өз еркіммен қалған қатарларды тоқып шығайық қыздар.
біз сіздермен бірге 23 қатар резеңкесін тоқып шықтық. Мінекей мына жерде біз бастағанбыз. Бұл бізде өң жағы болады жібіміз. Енді біз осылай бір-біріне бекітуіміз керекпіз. Мінекей. Ол үшін мына жақ шетіндегі ең шеткі бірінші ілмегімізге тоқылған ілмегімізді өткіземіз. Мінекей өткіземіз. Әдемілеп, енді бір ілмекті осылай өткізіп аламыз. Енді бергі жағындағы ілмектің екі жақ қабырғасынан бірдей аламыз, ал мына жақ шетіндегі ілмектердің мінекей қарасаңыздар, әрбір ілмек міне көрініп тұр шеткі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осының барлығының әрбіреуінен міне бір ілмек. Екеуін бірге алып өткіземіз де, тағы да мына жақ шетінде тұрған ілмектен тағы да өткіземіз. Тағы да қайталаймыз осы әдісті. Бергі жақ шетіндегі ілмектің екі жақ қабырғасынан бірдей өткіземіз бізімізді мінекей. Енді мына жақ шетіндегі мінекей қарасаңыздар, мына жерде ілмек тұр міне. Осы ілмекке кіргіземіз. Тағы да жібімізді тартып шығарамыз мінекей. Келесі шеткі ілмектен тағы да өткіземіз. Мінекей, тоқимыз. Тағы қайталаймыз. Барлық 8 ілмекті сонда екі жақ шетіндегі бір-біріне осылай ілмек біз арқылы тігіп шығамыз. Мінекей қосып біріктіріп. Әдемі білінбей қалады. Екі ілмек, мына жақ шетіндегі тағы бір ілмек мінекей. Осылай тура осы әдісті қайталап тоқисыздар. Мінекей. Келесі. Мінекей қыздар, соңғы ілмек. Енді біз осы жерде келесі. Ол үшін сұр жіпті алып тастаймыз. Келесі жалғаймыз. Мінекей, енді біз бұл жерде бұл жалғаған жағымыз, мінекей шұлықтың ішкі жағы. Енді аударып аламыз әдемілеп. Мінекей қарасаңыздар, жалғанған жері ешқандай білінбейді, иә? Резеңкенің өзінің тоқылған мінекей араларымен бірдей сияқты. Өте әдемі. Енді ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерде біз бір ілмек көтереміз. Жалғаған, мінекей қосымша жіптерді ілмек бізбен тоқыған кезде бір жақсы ерекшелігі осылай жалғанған жіптерді арасына, бағандардың арасына қосып, бірге білдіртпей тоқып кетуге болады. Ал сым бізбен тоқыған кезде ондай мүмкіндіктер бола бермейді, иә қыздар. Маған осы жағынан бізбен тоқығанда ұнайды. Енді ары қарай әрбір мінекей біз әрбір қатарды тоқыдық қой. Сол әрбір қатардан енді ілмектерді көтеріп айландырып 24 ілмек орамсыз баған қылып тоқып шығу керекпіз. Ол деген бұлай болады қыздар. Мінекей тоқып бастаймыз, арасына салып отырамыз да. Біреу. Мінекей. Енді екеу, екінші. Не қарасаңыздар, мен сіздерге жақындатып тағы да көрсетейін. Әрбір мынандай ашық тұрған жерден көтере салмаңыздар. Қасында қарасаңыздар, мына жақ шетінде тағы да бір жіп ілмек тұрады. Содан өткізесіздер мінекей. Сонда мына жердегі саңылау болмайды. Мінекей. Екінші ілмек. Келесі үшінші ілмек. Мына қосымша жіпті бірге нақтылап алып алғанша осылай ортасынан
біраз ыңғайсыздау болады, одан кейін барлығы жылдам тоқылатын болады. Мінекей. Бір, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, мінекей соңынан 24. Енді біз бұл қатарды біріктіруіміз керекпіз. Мінекей мына жерде ең бірінші бастаған ілмекті тартып шығарып аламыз да, келесі бізімізде тұрған ілмектен де өткіземіз. Енді қыздар, келесі қатарды тоқу үшін мен бұл жерде осындай әдіс қолдандым. Тағы да бір ілмек көтереміз де жұмысымызды бұрамыз. Енді шұлықтың ішкі жағынан қарама-қарсы тоқып шығамыз келесі екінші қатарды. Енді ешқандай өзгеріссіз 24 ілмекті тоқып отыру керексіздер қыздар. Қалып қалмау керек, немесе тағы қосымша ілмектер қосылып кетпеу керек. Санап отырып тоқимыз. Жібіміздің ең түпкі орнынан бірінші орамсыз бағаннан бастап не тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, мінекей енді соңғы міне 24-ші ілмекке келдік. Енді бізде бұл екінші қатар аяқталды. Тағы да мінекей бастаған жерімізбен бастапқыдағы көрсеткен әдіс бойынша қосамыз екінші қатарды. Екі ілмектен жібімізді тартып өткіземіз. Бізімізде тұрған ілмектен де мінекей жіпті тартып тоқимыз. Келесі қатарды тағы да бұрып аламыз. Ол үшін біз үшінші қатарды бастамай тұрып, бір ілмекті көтереміз. Мінекей енді шұлықтың өң жағынан үшінші қатарды тоқимыз. Тура осылай қыздар жұмысымызды бастаймыз. 24 ілмекті орамсыз баған қылып тоқып шығамыз. Жұмысымызды аяқтайтын кезде біріктіріп қосамыз. Көрсеткен әдіс бойынша. Қатарды аяқтап келгеннен кейін әдемілеп бір-біріне қосамыз қатарды, қайтадан жұмысымызды бұрамыз да, шұлықтың бір қатарды ішкі жағынан айландырып, бір қатарды сыртқы жағынан айландырып, 8 қатар тоқимыз қыздар. Біз 2 қатарын тоқып қойдық. Енді 3-ші қатарын шұлықтың сыртқы жағынан, өң жағынан тоқимыз қыздар. Мінекей. Бір ілмекті көтеріп алуды ұмытпаймыз қатарды бастау үшін. 8 қатар тоқимыз. Мінекей қыздар,
8 қатар тоқылды. Қатар аяқталды мінекей. Енді бұл жерде біз ары қарай өкшесін шығару керек боламыз. Ол үшін жібімізді қиямыз. Келесі бізге сұр түсті жіп қажет. Қарасаңыздар мінекей. Қатардың басталған жері мен аяқталған жері мінекей келесі жіппен бірігуі керек. Тағы да түйіп аламыз нақтылап. Енді мінекей қатар басталған жердегі өрімнің екі жақ қабырғасынан бірдей жібімізді өткіземіз. Келесі бізіміздегі ілмектен де тартып өткіземіз. Мінекей өте әдемі. Бірікті. Енді бір ілмекті тағы көтеріп аламыз. Шұлығымыздың сыртқы жағына қарай бұрамыз. Енді бұл жердегі қосымша жалғанған жіптерді тағы да бағандардың арасына осылай әдемілеп қосып отырып білдірпей тоқып кетеміз. Енді қыздар, бізде барлығы 24 ілмек. 24 ілмектің тең жартысынан біз енді өкшесін тоқып шығару керекпіз. Яғни 12 ілмектен. Ол бізде былай болады, қыздар. Мінекей бірінші ілмек, 12 ілмекті тоқимыз осылай. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. Мінекей 12. Енді қайтадан қарама-қарсы бағытта тоқу керекпіз. Ол үшін келесі қатарға өту үшін міндетті түрде соңынан бір ілмекті көтереміз, жұмысымызды бұрамыз. Мінекей ілмектің ең түбіндегі мына жердегі саңылаудан бастап кері қарай тағы да 12 ілмек тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. 12 мінекей. Қалған үстіңгі жағында шұлықтың тағы да 12 ілмектер бар. Ол тұрады әзірше. Біз өкшесінің биіктігін тоқып, одан кейін өкшенің табанға қарай кететін ойысын дөңгелетіп шығарып алу керек болып тұрмыз. Тура бізбен тоққан кездегі техника қолданылады бұл жерде де, бірақ айырмашылық ілмек бізбен көрсетемін мен сіздерге. Енді келесі үшінші қатар тоқу үшін тағы да бір ілмекті көтеріп аламыз. Жұмысымызды бұрамыз. Үшінші қатар. Осылай 6 қатар тоқимыз, қыздар. Мінекей 6-шы қатардың. Мінекей санасақ сіздермен бірге. Енді тоқитын қыздар, осындай дайын тоқып болғаннан кейін әрбір қатарды санауды ажырата алмау мүмкін. Ал енді тоқи алатын қыздар, сіздер бірден білесіздер қанша қатар тоқылғандығын. Енді нақтылау үшін бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей 6-шы қатар тоқылып тұр. Енді біз бұл жерде 12 ілмек. 12-ні біз 3-ке бөліп алу керекпіз. Тура 5 бізбен тоқыған кездегідей. 12-ні 3-ке бөлген кезде 4-4-тен болады. Енді бірінші бөлік 4 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Келесі ортаңғы бөлігіндегі 4 ілмекті тағы да тоқимыз. Санаймыз. 1, 2, 3. 4-ші ілмекпен мына жақ шеткі жағындағы 4 ілмектің 4-ші ілмек екеуі бірге тоқылады осы жерде, қыздар. Міне жерде 4-ші ілмек болса, мына жақта да 4 ілмек қараңыздар. 1, 2, 3, 4.
осы екеуі бірге тоқылады, яғни қысқартылады. Бізге дөңгеленіп өкше шығу керек. Ол үшін жартылай мінекей ілмекті шығарасыз. Келесі орынға да кіргізесіз де мінекей тағы да жартылай тоқып. Ілмек бізде мінекей 3 ілмек тұр. Осы үшеуін бірге енді тоқисыз осылай. Келесі жұмысымызды бұрамыз. Ол үшін біз бір ілмекті көтеріп аламыз осы жерде. Шұлықтың ішкі жағына қарай бұрамыз. Енді осы жерден тура ортасындағы 4 ілмек тоқылып отырады да, екі жағындағы 4 ілмек қысқартылуы керек бізге. 2, 3, мына жерде де тура мына жақтағы әдіс қайталанады. Ортаңғы бөліктің 4-ші ілмегі мен мына жақтағы шеткі бөліктің 4-ші ілмегі екеуі бірге тоқылу керек бізге. Мінекей. Осы 3 ілмекті бірге тоқимыз. Келесі қатарды тоқу үшін соңынан бір ілмекті көтереміз. Жұмысымызды бұрамыз. Шұлықтың өң жағы. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4-ші, мына жақтағы 3-ші ілмек екеуі бірге тоқылады. Келесі қатарға өту үшін соңынан бір ілмек көтереміз. Тағы да 4 ілмек тоқылады. 1, 2, 3, 4-ші ілмекпен шеткі ілмек тағы да бірге тоқылынуы керек. Келесі жұмысымызды бұрамыз. Бір ілмекті көтеріп алуды ұмытпаймыз. Тағы да санаймыз. 1, 2, 3, 4-ші ілмек бар мына жерде. Жартылай ілмекті іліп аламыз. Келесі жақ бөлігіндегі 2-ші ілмекті тағы да шығарып тартып аламыз. 3 ілмекті бірге тоқимыз. Келесі қатарға өту үшін соңынан бір ілмекті көтереміз. Жұмысымызды бұрамыз. Шұлықтың ішкі жағы қайтадан санаймыз. 1, 2, 3, 4-ші ілмек жартылай тоқылады. Шетіндегі қалған 2 ілмектің біреуі тағы да жартылай тоқылады. Ілмек бізіміздегі 3 ілмек бірге тоқылады. Соңынан бір ілмекті көтеріп жұмысымызды бұрамыз. Келесі бұл жерде соңғы қатар болады. Мына жақ шетінде бір ілмек, мына жақ шетінде бір ілмек қалды. Бұл шетіндегі бір ілмекті қазір біз біріктіріп тоқимыз, ал мына жақ шетіндегі ілмек осылай қала тұрады. Бұдан кейін келесі жіппен айландырып тоққан кезде мына жақ шетінен бекітіледі. Ол қазір іс жүзінде түсінетін боласыздар көрген кезде. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, шеткі 4-ші. Мінекей. Бұл жерде енді біз бұларды келесі жіппен толықтыруымыз керек. Біз сонда әдемі болады. Қиямыз артық жіпті. Қажетті жібімізді жалғап аламыз. Жалғадық. Енді 3 ілмегімізді әдемілеп өткіземіз. Мінекей қыздар. Енді қосымша жалғанға мына жердегі жіптерді қысқа арасына қосып отырып тоқимыз. Сонда бізге артық жұмыс қалмайды. Артынан бұларды жасырып жатудың қажеті жоқ. Біркелкі бір жұмыс қылып тындырып шығамыз. Енді әрбір, мінекей көріп тұрғандарыңыздай, әрбір қатардан біз ілмектерді көтеріп алу керекпіз. Жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі негізгі үстіңгі жақтағы ілмектерге өттік мінекей. Енді ары қарай жалғастырып
үстіңгі жағындағы 12 ілмегімізді осылай орамсыз бағандармен тоқып шығамыз. Біз әдемілеп өкшесін шығарып алдық. Енді осы негізгі түсті жіппен жалғастырып тоқитын боламыз тұмсығына дейін. Енді қыздар, бұл жерде тағы да шеткі мінекей ілмектерден көтереміз. Жалпылама қазір мына жердегі бірікпей қалған 2 ілмек бар бізде, осы екеуін қазір біріктіреміз. Осы жерден бізде қатар аяқталады. Одан кейін қайтадан бұрылып қарама қарсы бағытта шұлықтың ішкі жағынан тоқитын боламыз. Мінекей қыздар, бұл жерде біз бекітеміз. Мінекей бекіттік 2 ілмекті. 1 ілмекті жоғары көтереміз. Міне осындай әдемі. Енді жұмысымызды бұрып, қарама қарсы шұлықты ішінен, ішкі жағынан тоқып шығамыз. Осы жерге дейін. Қарасаңыздар, мінекей әдемі өкшесі дөңгеленген шықты. Бізде бұл жерде барлық ілмектердің саны 26 болды қыздар. Ал біз бастап тоқыған кезде 24 болған. Оны біз екі жақ шетінен әдемілеп 2 ілмекті бірге тоқып қысқартып 24 қылып алуымыз керек біз осы қатарда. Онда тұрған ештеңке жоқ. Бұл неге 24 болып кетті, 25 болып кетті деп олай уайымдап қалмаңыздар қыздар. Кейбір қыздар жылап жатырмыз, сіздікі сияқты шықпай жатыр деп жазып жатасыздар. Ешқандай үйтіп ауыр жүйкелеріңізге салмақ түсіріп уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл қолөнер, жеңіл қараңыздар. Бірде шығады, бірде шықпай қалады. Енді бастап тоқыған қыздарда тіптен бірнеше рет тоқуға тура келетін кездер болады. Оның барлығы сабырлық танытып, егер ұнап жатса, бірте-бірте осылай тоқу барысында барлығы жинақы тиянақты орындалатын болады қыздар. Оған ешқандай артық уайымдаудың қажеті жоқ. Сіздер солай жазған кезде мен өзім де уайымдап қаламын, қалай дұрыс шықпай жатыр деп. Мен барынша сіздерде де дұрыс шықса екен, жақсы орындалса екен деген ниетпен түсіремін шеберлік сабақтарды. Біздің қыздар тоқып үйренсе екен деген оймен. Ары қарай қыздар жалғастырамыз. Енді мінекей төп жағынан санап отырып 1, 2, 3, 4, 5, 6 мен мына жердегі келесі 7 ілмекті мінекей осылайнан 1 ілмек қылып тоқимыз. Сонда біз қысқарту, бірінші қысқартуымыз болды мінекей. Ары қарай жалғастырамыз. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Неке қарасаңыздар енді қыздар. Осы жерде 17. Неке 17-ші тоқылды. Енді 18 бен 19-ды біз бір қысқарту жасау керек. Біз 18-ші ілмекті. Ол үшін 18 мінекей жартылай тоқылды. 19 тағы да жартылай 3 ілмек болады. Осы үшеуін бірге неке қысқартып тоқимыз. Бұл бізде 18-ші ілмек болды. 19, 20, 21, 22, 23, неке соңғы 24-ші ілмек бізде. Бастапқыда қалай тоқыдық, солай 24 ілмегімізді мінекей шығарып алдық қыздар. Оп-оңай, әп-әдемі 24. Енді мінекей қатарды бастаған жерге келдік. Бастапқы мінекей өрім сияқты болып тұрған ілмекпен бекітеміз. Бұл қатарды бекіту деп аталады қыздар. Мінекей әдемілеп бекітеміз.
келесі қатарды тоқу үшін бір ілмекті көтеріп аламыз да жұмысымызды бұрамыз. Мінекей қыздар. Бұл ең оңай түрі қыздар. Мен үшін ең оңай шұлықтың ілмекпізбен тоқылатын түрі. Қыздар, гүлім ешқандай қиындатпаңыз. Оп-оңай қылып түсіріңізші деген хаттарда болған болатын. Соның барлығын ескере отырып, осылай оп-оңай сарт-сарт бұрылып тоқи беретін шұлықты таңдадым сіздерге тоқылу әдісін көрсетуге. Қарама қарсы бағытта тоқи бересіздер мінекей. Енді осы түспен біз 12 қатар тоқимыз. Өкшесін шығарып алғаннан кейін 12 қатар осылай тоқып шығамыз. Әдемі шұлық шығады, жып-жылы, қалың. Ілмекпізбен тоқылғаннан кейін жіп міндетті түрде қалың болады. Мінекей. Бұл бізде 3-ші қатар екен. Қыздар, міне бір қатар тоқылып тұр, 2, біз тоқып болған келген қатар, міне 3-ші қатар. Тура осылай 12 қатар тоқып шығам мен. Қатарды бекітеміз, біріктіріп. Келесі қатар тоқу үшін соңына міндетті түрде бір ілмек көтеріп отырамыз. Мінекей. Енді шұлықтың ішкі жағынан тоқимын. 12 қатар тоққаннан кейін сіздерге қосыламын. Бірге тұмсығын тоқитын боламыз. Өз еркімізбен тоқимыз қыздар. Санап отыруды да ұмытпаймыз. Міндетті түрде 24 ілмек тоқылуы керек шұлықтың соңына дейін. Мінекей қыздар, 12 қатар тоқылды. Енді біз осы жерде жібімізді тағы да ауыстырамыз. Ары қарай тоқу үшін жібімізді мықтап, жақсылап жалғап аламыз, түйіп. Одан кейін әдемілеп мінекей біріктіреміз. Бір ілмек көтеріп аламыз келесі қатар тоқу үшін. Қосылған жіптерімізді арасына, бағандардың арасына салып отырып тоқимыз. Енді осы сұр түсті жіппен 2 қатар ешқандай қысқартусыз 24 ілмектерді тоқып шығамыз. Мінекей бірінші, екінші, 2 қатар тоқып шығамыз. Одан кейін тұмсығын дөңгелетіп қысқартып бастаймыз. Соңғы ілмек. Қатарды біріктіреміз. Бір ілмек көтереміз, жұмысымызды бұрамыз. Енді сонда қыздар, өкшені шығарғаннан кейін тұмсығын дөңгелетіп қысқартқанға дейінгі аралықта 14 қатар тоқылды. Мінекей. Өте әдемі. Енді біз бұл бізде мінекей қатар басталатын жер. Енді біз шұлығымызды тура табанымен үстіңгі жағын тура өкшенің екі жақ шетінен анықтап алып, екіге бөлеміз осылай. Мінекей қарасаңыздар, табан жағында 12, үстіңгі жағында 12 ілмек болуы керек. Екі жақ шетіндегі 12-ші ілмектер екеуі бірге қысқартылып, екі жақ шетіндегі 12-ші ілмектер үстіңгі жағындағы 12, мына жақ шетіндегі 12. Табан жағындағы екі жақ шетіндегі 12-ші ілмектер бірге қысқартылып тоқылу керек. Ол үшін біз осылай нақтылап қойып аламыз. Егер сіз тура мен сияқты тоқыған болсаңыз, онда осылай санаймыз. Не шеткі 12-ші деп санаған кезде 1, 2, 3. Мына жерде
біз қазір 4-шіні тоқимыз сонда. Мінекей түбінен 4-ші ілмек болады. 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, енді 12-ші ілмекпен үстіңгі жағындағы 12-ші ілмек екеуі қысқартылып бірге тоқылу керек осы жерде. Міне 12-ші ілмек қысқартқан кезде бастапқыдағыдай тура жартылай тоқылады. Келесі үстіңгі жақ бөлігіндегі 12-ші ілмек тағы да мінекей жартылай. Біздімізде 3 ілмек болады, үшеуін бірге тоқимыз мінекей. Келесі ары қарай жалғастырамыз. Келесі жақ шетіне дейін мінекей 1-ші ілмек бізде қысқартылып кетті. Ары қарай санаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мінекей, енді осы жерде тағы да қысқарту жасаймыз. 12-ші ілмек жартылай тоқылады. Келесі табан жағында, келесі жақ шеті табан жағы болып есептеледі бұл. 12-ші ілмек мінекей. Екеуі қысқарады. Мінекей. Енді соңынан қалған 2 ілмекті тоқимыз. Сонымен бізде бұл қатар аяқталады. Мінекей. Қатарды біріктіреміз бір-біріне қосып. Келесі қатарды ішкі жағынан тоқимыз. Ол үшін бір ілмекті көтеріп аламыз да жұмысымызды бұрамыз. Енді бұл жерде бізде шұлықтың мына жақ шетінен бір ілмек қысқарды, мына жақ шетінен бір ілмек қысқарды. Бізде сонда 22 ілмек қалды. Біргелкі сол 22 ілмекті тоқып шығу керекпіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, неге қыздар 22. Мен айтқан 22 ілмегімізді айландырып тоқып шықтық. Қатарды біріктіреміз әдемілеп. Келесі өң жағынан тоқу үшін бір ілмек көтеріп аламыз, жұмысымызды бұрамыз. Келесі бізде тағы да екінші қысқарту болады. Бұл кезде қалай болады қыздар? Яғни 22 ілмекті біз 2-ге бөлеміз. 11, 11-ден. Екі жақ шетінде бір ілмектен қалады да, сол бір ілмекке дейін табан жағынан 2 ілмек қысқару керек шет жағында, ал үстіңгі жағында да тура солай, сол бір ілмек 2 қысқарту болады, бір ілмек тоқылады, одан үстіңгі жағында тағы да 2 қысқарту болады. Мына жақ шетінде де солай. Енді тура мінекей қараймыз біріктіріп. Бұл жерде қыздар нақтылап өтейін, мінекей мына жақ шетінде қатарды бастамай тұрған кезде 2 ілмекті санаймыз. 2, 3-ші ілмек болады. 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей 8 ілмек тоққаннан кейін қыздар 9-шы ілмекті жартылай тоқимыз. 10-шы ілмекті тағы да жартылай, 3 ілмегімізді бірге қысқартамыз. Одан кейін бұл жерде бір ілмек тағы да мінекей тоқылады, қысқартусыз. Осы бір ілмектен кейін тағы да қайтадан қысқарту жасаймыз, жартылай тоқимыз. Мінекей. Енді үшеуін бірге қысқартамыз. Ары қарай жалғастырып тоқимыз. 2 ілмек мына жерде тоқылып кетті есебінде. Енді ары қарай 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-шы, 10-шы ілмек бізде қысқарады. Мінекей.
Енді осы жерде бір ілмек тоқылады қысқартусыз. Одан кейін қайтадан мінекей ең соңынан қатардың соңында қалған екі ілмек тағы да қысқартылады мінекей. Тура осылай қайталасаңыздар қыздар болады. Егер өздеріңізге ұнайтын, бұдан да өте оңай шұлықтың тұмсығын бекітуді білетін болсаңыздар, соны да тоқуларыңызға болады. Бұл менің тоқу әдісім қыздар. Мінекей, келесі қатарға өту үшін бір ілмек көтереміз. Енді ішкі жағынан тоқыған кезде әрбір ілмектерді қысқарту жасап тоқимыз қыздар. Мінекей, ең түбінен бастаймыз. Бірінші ілмекті жартылай тоқимыз. Келесі екінші ілмекті тоқып аламыз. Үш ілмек болған кезде қысқартамыз. Тағы да осы қатарды барлығын осы әдіс бойынша қысқартып шығамыз. Жартылай тоқимыз. Үшінші мінекей ілмек болған кезде бірге үшеуін тоқимыз. Келесі тағы да жартылай тоқимыз. Келесі үш ілмек қыламыз, бірге тоқимыз. Тағы да осы қатарды осылай қысқартып шығамыз қыздар. Жартылай, мінекей үш ілмек бірге. Тағы да жартылай, үш ілмек бірге. Тағы да жартылай, үш ілмек бірге. Тағы да жартылай, үшінші ілмек, үшеуі бірге. Тағы да мінекей соңғы қатар аяқталады қазір. Жартылай тоқылды, үшінші ілмек, үшеуі бірге. Енді қатарды бұл жерде мінекей қарасаңыздар, қатар аяқталды. Біріктіреміз қатарды. Бір ілмекті көтереміз. Енді сырт жағынан да тура осы қысқартуды қайталап шығамыз. Сонымен біздің шұлығымыз қысқартылып болады. Жартылай тоқимыз. Үш ілмек бірге. Жартылай, үш ілмек бірге. Мінекей, үш ілмек бірге. Бұл жерде біздің қатар аяқталады. Біріктіреміз қатарды. Мінекей, бір ілмек көтереміз де жіпті қиып алып, шұлықтың ішіне қарай жіпті өткіземіз де ішкі жағынан әдемілеп жасырып тастаймыз қыздар. Біздің бүгінгі шеберлік сабақта тоқыған шұлығымыз осындай әдемі шұлық болып шықты. Мінекей қыздар. Аздаған сағатта тоқыла салатын өте қарапайым, өте оңай менімше. Егер тура осы шеберлік сабақтағыдай қайталап тоқысаңыздар, дәл осылай шығу керек қыздар. Резинкесі де мінекей өте әдемі созылады. Қатты тығыз тартып тоқымасаңыздар болды. Өте тығыз қатты болған ыңғайсыз болады. Бос тоқылса, жұп-жұмсақ, жып-жылы, баланың аяғына да кигенге жайлы болады қыздар. Мінекей осындай әдемі шұлығымыз дайын болды. Өте әдемі. Кішкентай сәбилеріңізге осылай өз қолдарыңызбен тоқып берсеңіздер болады. Немесе мектеп оқушылары болса, кейбір қыздар, кейбір аналар жазып жатады, қосып береміз деп.
осылай кішкентай інілеріңізге, сіңілілеріңізге өз қолдарыңызбен тоқып берсеңіздер болады. Осылайда тоқыма өнерін тоқып бастауларыңызға, игерулеріңізге болады, қыздар. Мінекей. Қыздар, менімен бірге болғандарыңызға, шеберлік сабақтарымды қайталап тоқып жүргендеріңізге, әдемі жазып жататын жылы тілектеріңізге, ниеттеріңізге алғысым шексіз. Әрбір шаңырақта тек қана жақсылық болсын. Жақсы күндерде, тағы да басқа бейне жазбаларда, шеберлік сабақтарда қосылғанша сау саламатта болыңыздар.